Кезекті жөндеуде ВАЗ-21-14 автокөлігінің генераторы ашқан, осы күйінде алып келді маған. Тоқ бермей тұр дейді, тағадан ба дейді. Прозон клеп қойдым, тағаш жасап тұр. Бұлар обычный таға, ешқандай дополнительный диодик болмайды, тек 6 диодик болады. Қалған 3 диодиктің жұмысын мынау реле алады. Бұда 2 мынандай 2 жанды 2 провод болады. Біреу мына жақтан фазаға қосылады, біреу мына жақтан фазаға. Обмотке қосылады былай айтқан кезде. Бұның ішінде встроенный возбуждениесі. Бұның обмоткасы жақсы, диодный мосы плюске де минусқа да 416-417 шамасын сопротивление көрсетіп тұр. Релесін тексерген жоғым, себебі релесі рабочий релеге ұқсайды. Себебі мына жерден ротор шықпай тұр. Ротор прозонкпен шықпайды, ротор үзік бір жерде. Либо күйіп кеткен, либо үзік. Сол себепті генератор толығымен ашып, ротордан ақауды іздейтін боламыз. Генераторды толығымен ашып алдым бұл жерде. Якорден бөлек мынаның передний корпусында да ақау бар екен. Подшипник ішінде бос тұр мына жерде. Мынаның несі босаған корпустың гнездосы подшипник ұстайтын. Бұны ашып алып, арасына қаналтыр қыстырып салып жіберуге болады. Бір мәселе. Екінші мәселе, ол енді қиындық туындайын деп тұр, себебі якордың мынау ішкі провод су жерден үзілген екен. Мына жерден көрініп тұрса, ана жерде тұр ана. Бұл ішкі проводтан үзілген, мына жерден үзілген. Сыртқы проводтан үзілсе, мына жағы сыртқы провод. Ішінен бастайды, сыртын айналып келіп, мындан бітетте шығады ғой. Оны былай қарай шығарып алып, запаспен 1 сантиметр пайкіліп қайтып жинауға болатын еді. Мынаның қиындығы сол жерде ішінен шығып тұр. Ішінен шығып тұрған бөлшегі анау бір 3-4 миллиметр. Енді мына проводтың арасына заплатка салып, қытай провод жалғап, ананың басына былай айтқан кезде припаявиться ету керек. Мүмкін болса жолай жасаймын, мүмкін болмаса онда мынау пайкіленбейтін болады. Аз көретін боламын, сосын тағы да видео түсіремін. Генератордың мына басты мана үзіліп кеткен жерін ішінен қазып шығарып жайлап, аның арасынан үстін астына байлап әуелі өте кішкентай немен ұтқан ұспен, сосын оның үстіне пайкі қойып, оның үстіне кіре қойып тастадым, чтобы мына қозғалмағандай. Байқасам, мына әуелде осы жерден үзілген, пайкіленген екен. Пайкінің ізі бар, сол жерден қайтадан үзіліп тұр ғой. Қазір шығып тұр. Якор жақсы. 0,2-5 Ом көрсетіп тұр. Сосын ашып тұрғаннан кейін подшипник майлап тастадым. Коллекторын тазалап полный. Сосын мынау алдыңғы крышка манаға. Мына жеріне қаналтыр қыстырып жібердім. 1/10 ма сондай қалыңдық. Подшипник жақсы болды. Ашып тұрғаннан кейін бұның да ішіне май салып жібердім. Manual фирмасынан мынаға функциональный водостойкий смазка деген бар. Сосын полный тазалап қойдым мынаны. Мас салатын жерлері мындан. Мын жақтарын сосын бәрін. Мын жағын полный тазаладым, мас салатын жерлері мыналар. Мынау плюс контактілер. 3 плюс, 3 минус. Сосын диодный мост. Полный мына контакт алатын жер, плюс жағы, мына контакт алатын жер, минус жағы. Полный тазалап қойдым. Қазір генераторды жинап тексеріп көретін боламын. Генераторды толығымен жинап әкеліп тексеруге қосып қойдым. Бұл жерде енді корпуста масса, мынау плюс возбуждение. Щитоктағы аккумулятордың светі жанатын, генератор қосылған кезде сөнеді. Аккумулятордың состояниесі. Қосып көреміз қазір. Бисмилля. Генератор стабильно 14-5 зарядка көрсетіп тұр. Возбуждение светі генератор қосылған кезде сөніп, генератор сөнген кезде қайтадан жанып, реагировать етіп тұр. Мана подшипниктердің ішіне май салып жібергеннен кейін генератор тып-тыныш болып, өте жақсы жұмыс жасап тұр.